Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Біздің өткен хабарымызда сіздермен бірге Құдай осы дүниеде өзінің жоспары бойынша қалай әрекет ететіні туралы талқылаған болатынбыз. Егер біз Құдайдың майланған патшасы Иса Мәсіхтің осы дүниеге келуін қарастыратын болсақ, бұл өте түсінікті болады. Бұл пайымдаудың негізі ретінде біз киелі жазбадағы Галаттықтарға арналған хаттың 4-ші тарауында жазылған мәтінді таңдап алдық. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды босатып, өзінің рухани балалары ету үшін келді. Біз осы Құдайдың белгілеген уақыты туралы айтқан болатынбыз. Біз Римнің саяси билігі өзінің бір заңымен, жалпыға бірдей тыныштығымен және жолдары арқылы дүние жүзіне ізгі хабардың таралуына маңызды алғашқы шарт болғанын көрдік. Ол Құдайдың белгілеген уақытында дұрыс уақытта келді. Сонымен бірге Исаның келуінің қарсаңында зияттық дайындықты қарастырдық. Мұнда империя бойына тараған грек тілі және пәлсапасы мен діні тақырға отырған мәдениеті маңызды рөл ойнады. Қымбатты достар, бүгін мен Құдайдың майланған патшасының осы дүниеге келуіне дайындықтың тағы бір жағын, діни жағынан дайындықты қарастырғым келеді. Бұл үшін римдіктер мен еврейлердің дінін ұстанған гректердің дінін қарастырамыз. Діни дайындықта еврейлер ең маңызды рөл ойнады. Рим бүкіл дүние жүзіне билік жасаған уақытта гректер өзінің пәлсапасымен билік еткен кезде, бірақ Исраил мәсіхшілік үшін діни негізді дайындап қойған уақытта Мәсіх дүниеге келді. Рим әскерлері жеке тайпалар мен халықтарды жеңуімен осы халықтардың өздерінің құдайларына деген сенімін құртты. Осы жердің тұрғындарының басым көпшілігі пұтқа табынушылар болды. Шайқастың алдында олар өздерінің құдайларынан көмек сұрап жалбарынатын. Жеңіліске ұшыраған кезде олар қатты көңілі қалатын. Олардың тастан, ағаштан немесе темірден өздері жасап алған құдайларының оларға көмектесуге күші жетпейтінін анықтауына тура келетін. Екінші жағынан, римдіктер шығыстан әртүрлі діндерді өздеріне алып, өздерінің құдайларына қосады. Осылайша жеке-жеке діндердің бірігуінен және халыққа сіңісіп кетуінен жаңа халықаралық сенімдер пайда болды. Мәсіхшілік тіпті басқаша болды. Ол басқа ұлттықтардан шыққан жоқ, және олардың құдайларының санын қысқартуының салдарынан пайда болған жоқ. Мәсіхшілік осы дүниеге Құдайдың ұлы Иса Мәсіхтің келуімен басталды. Мәсіхтің елшілері жан тәнімен басқа ұлттардың дініне қарсы күресті. Осы жерде бір мысал келтірейік. Ал енді жалған тәңірлерге ұсынылған тағамдарды жеп-жеуге келсек, біз сондай тәңірлердің күллі әлемде шынымен жоқ екенін, және жалғыз Құдайдан басқа еш Құдайдың жоқ екенін білеміз. Кейбіреулердің ойынша көкте де, жерде де Құдай делінгендер бар. Сол адамдар көп құдайлар мен иелеріне құлшылық етеді. Бірақ біз бәрінің бастауы болған бір ғана Құдай екенін танимыз. Ол үшін өмір сүрудеміз. Сондай-ақ жалғыз иеміз Иса Мәсіхті де танимыз. Күллі әлемде, өзімізде сол арқылы пайда болдық. Мен 1 Қорынтықтарға арналған хат 8-ші тарау 4-6 аяттарды оқыдым. Гректер көп құдайға табынуды тастап, пәлсапамен әуестеніп кеткен болатын. Алайда бұл адамды қанағаттандырмағандықтан, олар римдіктер шығыс халықтарынан қабылдап алған римдік мистерия дініне беріліп кетті. Алайда еврей халқының сенімімен тіпті басқаша жағдай болды. Олар өзін тарихта қайта-қайта көрсеткен бір Құдайға сенді. Израильдің рубасы Ыбырайым сеніммен Құдайдың шақыруына ерді. Сондықтан оның ұрпақтарына Құдай заңды және пайғамбарлар жазбаларын берді. Исаның өзі былай дейді: Құдай яһудейлер арқылы адамзатты құтқармақ. Құдай оларға Мәсіхті, құтқарушыны уәде етті. Израиль халқы 70 жыл Бабылда құлдықта болғаннан кейін, сенуші яһудейлер ғибадатхананы құруды бастады, және сол жерде киелі жазбаны оқу үшін жиналып жүрді. Бұл ғибадатханалар уақыт өте келе сол замандағы елдерде тарай бастады. Сонымен басқа ұлттықтар, гректер мен римдіктер жалғыз Құдай туралы және келуі тиіс Мәсіх туралы естуі мүмкін еді. Елші Паул өзінің елшілік сапарларында әрқашан әуелі яһуди ғибадатханаларына баратын. Сөйтіп сол жерде Мәсіхті уағыздайтын. Сонымен бірге
Исаның өзі Палестинадағы ғибадатханаларда уағыздайды. Қорытындылап айтқанда, құтқарушының осы дүниеге келетін уақыты мен жерін Құдай дайындап қойған болатын. Бір заң және бір өкімет, жалпыға бірдей тіл мен мәдениет. Бұған қоса Палестина, Еуропа, Африка мен Азияның арасында орталық жерде орналасқан. Осының бәрінде біз Құдайдың керемет жоспарын көреміз. Және елші Паул өзін қорғап сөйлегенде, Мәсіхтің келуі жасырын емес, себебі олар тасада өткен жоқ. Толық мағынада Құдайдың белгілеген уақыты болды деген сөз орындалды. Сөйтіп осы дүниеге құтқарушы келді. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды босатып, өзінің рухани балалары ету үшін келді. Біз Құдай өзінің ұлын өзі дайындап қойған белгілі бір уақытта жібергенін қарастырып шықтық. Әр қарай Құдайдың майланған патшасы, Құдайдың ұлы, оны киелі жазба осылай атайды. Ол пәк қыз Мәриямнан туылуы арқылы жер бетіне келді. Құдай өзінің ұлын біздің арамызға, біздің қиыншылықтарымызды бөлісу үшін жіберді. Ол тек адам болған кезде ғана аштықты, жалаңаштықты, қайғы мен азапты, қуаныш пен шаттықты бөлісе алатын еді. Сондықтан иеміз осы дүниеге кішкентай нәресте күйінде келді. Оның жер бетіндегі туылуы адамдар сияқты, оның тіршілік етуінің бастауы болған жоқ. Өйткені ол әлі әлем жаратылмастан бұрын Құдаймен мәңгі өмір сүрді. Миха пайғамбар біздің заманымызға дейін 800 жылдықта бізге Құдайдың ұлының осы дүниеге келетінін алдын ала айтады. Және иеміздің қай жерде дүниеге келетінін көрсетеді. Ал сен Ефрат аймағындағы Бетлехем, Яхуданың әулеттерінің арасындағы маңызсызы болсаң да, сенен менің халқым Израильге басшылық ететін көсем шығады. Оның шыққан тегі ежелгі заманнан, мәңгіліктен. Ол мәңгілікте тіршілік еткен болатын. Ал Жохан жазған ізгі хабардың басында бізге Құдай ұлының жеке тұлғасы одан да анығырақ ашылады. Мен оқып берейін. Әуел баста сөз болатын. Сөз Құдайда болатын. Мұнда сөз Исамен салыстырылады. Біздің иеміз әлем жаратылмастан бұрын тіршілік еткен. Сөз Құдайда болды. Сөз әуелден-ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан. Жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Құдай ұлы бүкіл тіршіліктің жаратушысы. Оның шығу тегін бізге түсіндіріп, Жохан 14-ші аятта былай деп жазады. Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рақымдылық пен шындыққа толы еді. Сөз адамға айналды, Құдайдың ұлы адамға айналды. Тағы да бір аятты тыңдаңыздар. Ефестіктерге арналған хат 1-ші тарау 4-ші аят. Құдай бізді әлемді жаратпастан бұрын Мәсіхтің құрбандығына бола сүйіспеншілікпен таңдаған еді. Құдай тура жолдан адасқан адамзатты құтқаруға әлем жаратылмастан бұрын дайын болды. Сонымен бірге бұны кім жасау қажет екені де анықталынып қойған еді. Енді Паулдың сөздері түсінікті болып келе жатыр. Құдай өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Жаратушы бір жолата күнәға батқан адамды құтқару үшін өзінің жаратылысына көктен жерге келді. Мұнда бізге Құдайдың жүрегі ашылады. Оның сүйіспеншілігі. Құдай біздің құтқарылғанымызды қалайды. Ол үшін Иса дүниеге келді. Және әрбір сенуші адам Құдаймен мәңгі өмір сүруі үшін айқыш ағашта құрбан болды. Исаның өзі бұл туралы айтады. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жан тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Бұл пайымдаудың негізі ретінде біз киелі жазбадағы Ғалаттықтарға арналған хаттың 4-ші тарауында жазылған мәтінді таңдап алдық. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды босатып, өзінің рухани балалары ету үшін келді. Иса Мәсіх адамдарға Құдайдың баласы болуды сыйлау үшін келді. Адамзат өзінің ата-бабасынан күнәһар болмысты мұра етіп қабылдады. Киелі кітап былай дейді.
Бұдан шығатын қорытынды мынау. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге арналған хат 5 тарау 12 аят. Алайда тек бұл ғана емес, біздің әрқайсымыз саналы түрде және өз еркімізбен көп рет Құдайдың ережелерін бұздық. Кім бірде-бір рет өтірік айтпады, еш нәрсе ұрламады, ешкімді ренжітпеді. Ондай адам жоқ. Себебі күнә жасамайтын пенде жоқ деп оқимыз. Сондықтан бүкіл адамзат қарғыстың астында болған және Құдайдың әділетті сотын күтуде. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды босатып, өзінің рухани балалары ету үшін келді. Алайда Құдай тек әділетті соттаушы ғана емес, сонымен бірге ол сүйіспеншілік Құдайы. Сондықтан ол адамдарды тығырықтан шығару үшін осы дүниеге өзінің ұлын жіберді. Иса сол заңға бағынғандарды босату үшін келді. Адам күнәлі өмірдің жолына өз еркімен аяқ басып, шайтанның билігінің ықпалына түсіп қалды. Адамның құнын өтеу үшін осы дүниеге келген құтқарушы бәрін берді. Ол тек өзінің өмірін беріп, құн төлей алатын еді. Жазба былай дейді: ата-бабаларыңнан жеткен пайдасыз өмір салтынан азат болуларың үшін не төленгенін білесіңдер. Күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес, Құдайдың мінсіз де мүлтіксіз тоқтысы. Мәсіхтің өзі құрбан болып, баға жетпес қанын төгуімен құтқаруларыңның құнын төледі. Айқыш ағашта құн төлеу келісімі жасалды. Енді әрбір адамға Құдайдың баласы болу құқығы ұсынылады. Сізге де ұсынылады, құрметті тыңдарман. Осымен мен уағызымды аяқтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандайда сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Сен үшін Құдай сақырбан балда өмірім, ол сен үшін қида, сен үшін күнәдан ол тазартақтады босата өмірім, Иса тек сен үшін қида күнәдан ол тазартақтады
ағашқа. Иудейдің патшасы, әлемнің патшасы, сенің патшаң құрбан болды. Иса өз қанын төкті, айқыш ағаш арқылы саған өмір берді. Бар әлем күнәға батып шаршаған, түнекте жүріп шындық жолдан адасқан. Өмірін Иса тек сен үшін қиды, күнәдан ол тазартады, босатты. Өмірін Иса тек сен үшін қиды, күнәдан ол тазартты сені. Көзіңді көтер, айқыш ағашқа. Иудейдің патшасы, әлемнің патшасы, сенің патшаң құрбан болды. Иса өз қанын төкті, айқыш ағаш арқылы саған өмір берді. Көзіңді көтер, айқыш ағашқа. Иудейдің патшасы, әлемнің патшасы, сенің патшаң құрбан болды.